20 ғасырдағы солақай саясаттың арқасында 5,6 миллион адам Қазақстан аумағына күштеп қоныс аударылды. Столыпиндік реформа, ұжымдастыру, сталиндік режим, тың және тыңайған жерлерді игеру сынды түрлі бастамалар ел аумағына көптеген ұлт өкілдерін шоғырландыруға өз деңгейінде ықпал етті. Қолындағы бір үзім нанын бөліскен тұрғылықты халық, шеттен келген ұлттардың қазақ топырағына жерсінуіне барынша лайықты жағдай жасады. Қазіргі таңда елімізде 130-дан астам этнос өкілдері мемлекеттік деңгейдегі сындарлы саясаттың арқасында тату-тәтті ынтымақпен өмір сүруде. Бүгінде Қазақстанды бүкіл әлем татулықтың тал бесігі ретінде таниды. Еліміздегі барлық этностардың өкілдері қазақ халқының дархан көңілін, ақжарма ниетін, төзімділігі мен тектілігін бағалай біледі. Отанымызда тілі мен діни сеніміне қарамастан әрбір этностың салт-дәстүрін, мәдениетін сақтауға толық жағдайлар жасалған. Өз кезегінде Қазақстан халқы ассамблеясының аясына топтасқан түрлі этностар елдігімізді танытар игі бастамалардың барлығына атсалысып, қолдау білдіруде. Ал облысымыздағы 20 этномәдени бірлестік болса, қашанда ел бірлігін бекемдеуге өз деңгейінде сүбелі үлес қосып келеді. Жүргізілген зерделеу жұмыстарының қорытындысы бойынша, оңтүстіктегі тұрғындардың 96% өзін қазақстандық екенін мақтан тұтатындығын айтқан. Бұл осы саладағы ауқымды жұмыстың мақсатты түрде нәтижелі іске асып келе жатқанын аңғартады. Қазақ еліне мың алғыс. Бұл ұлысымыздың ұйытқысы, береке бірліктің бастауы саналатын қасиетті оңтүстіктегі этнос өкілдерінің тұрғызып жатқан тұғырлы монументінің атауы. Келісті кешеннің сыртқы сипатына емес, ішкі мазмұнына үңілгендерге бұл монумент өңірдегі этностардың қазақ еліне деген шынайы көңілдері мен ақеділ пейілдерінің нақтылы бір көрінісі болмақ. Мемлекет басшысы ең асыл қазынамыз, бірлігімізді көздің қарашығындай сақтай білсек, барлық асулардан асамыз деді. Ендеше ынтымағы ырысты, бірлігі бекем оңтүстік жұртшылығы осы мерейлі міндетті бір ауыздан қолдап, егемен еліміздің тұғырлы татулығын арттыру бағытында жұмыс жасайды және бұл істе де өзгелерге өнеге болары сөзсіз. Күні кеше мемлекет басшысының төрағалығымен өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 24-ші сессиясында мәңгілік ел жалпы ұлттық патриоттық акциясы қабылданды. Енді баршамыз еліміздің берекелі бірлігі мен тұғырлы татулығын қамтамасыз ету бағытында белгіленген мерейлі міндеттерді іске асыруға білек сыбана кірісуге тиіспіз. Көне тарих беттерінің қайсысын парақтасақ та, халқымыздың асыл армандарының көш басында ең алдымен бірлік пен татулық тұрады. Ендеше Қазақстан халқының бірлігі мерекесі барша қазақстандықтардың ынтымағын жарастырып, ырысын арттырсын.